Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің сіздерге өзімнің қолымнан шыққан қол өнеріммен бөліскім келіп отыр. Бұл жерде дәнді дақылдардан жасалған қол өнерім. Балдарға мектепке жасап беретінмін. Өзім хоббиім десем де болады, өте жақсы көремін осындай нәрселермен жұмыс жасағанды. Кез келген мысалы жапырақтардан, неше түрлі нәрселерден осындай әдемі бір туынды жасағанды жақсы көремін. Өте қатты ұнайды. Менің енді сіздерге бір қажетті болып қалар, сіздерге идея болсын деген оймен осыны YouTube каналыма салып жатырмын. Егер ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, қолдау білдіріп қойыңыздар. Бұл туындыны мен мектепке жасаған болатынмын. Осындай дәнді дақылдардан жасаймын. Мына жерде мен табиғат аясында деген тақырыпта жасап жатырмын. Көл бетіндегі табиғат аясындағы көлдің үстіндегі аққуды бейнелейтін боламын. Осындай тауды бізге ПВА-клей керек. ПВА-клей арқылы осы ең әуелі мен кардон аламын. Кез келген кардон, мысалы қатты кардоннан, коробкадан болсын, содан алып кардонға ең әуелі ақпаратқа таудың суреттерін салып алдым. Таудың бұл жерде бейнелеп жатқаным және күннің суретін саламыз. Содан кейін бер жағындағы кәдімгі цветной көк бумага кардон, кәдімгі көк кардон, соны бер жағына жабыстырдым. Көлдің көк болғаннан кейін көк түсті көл қылып жабыстырдым. Мінекей біз осылай тауды салғаннан кейін ПВА-клей жағамыз. Міндетті түрде ПВА-клей жағып, соның бетіне дәнді дақылдарымызды себеміз және қолымызбен шамалы басып жүреміз. Содан кейін барып аударамыз. Сол кезде біздің салған нелеріміз, дәнді дақылдарымыз клеймен жабысып қалады. Енді мінекей көріп тұрғандарыңыздай мен уже тауды, күнді және ағаштарды бейнелеп қойдым. Бұл жерде ағаштарды мен жапырақтардан салдым. Кәдімгі ағаштың жапырақтарын тал ретінде көрсетіп қойдым. Енді аққудың бейнесін салып жатырмын. Көл бетіндегі аққудың бейнесі. Ең әуелі осылай гуаштың көмегімен аққуды бейнелеп аламыз. Мен көп ойландым және осындай бір қажеттіліктеріңізге, мысалы мектепте алтын көз болсын, мысалы сондай кездерде, мысалы осындай ашық сабақ болсын, сол кездерде бізге осындай қол өнер керек болады. Сайысқа түскен кезде сол кезде сіздерге бір көмегі тиіп қалар, идея болсын деген ретінде салуды шештім. Бұл жерде мен аққуды кәдімгі жұмыртқаның, қайнатылған жұмыртқаның қабығынан салатын боламыз. Осылай міне аққуды салып болғаннан кейін ПВА-клейімізді осылай қиып шығамыз да щетканың көмегімен ішін әдемілеп жағып шығамыз ішіне. Содан кейін мынау жұмыртқаның қабығы, соны әбден майдалаймыз. Содан кейін боқтаумен езіп, әдемілеп майдалап аламыз. Осыны аққуды өйтіп клейге, жаңағы клейдің үстіне осылай жабыстырып шығамыз. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Осылай әбден салып болдық. Енді мына жерде далада өсіп тұрған гүлдің бір несін жұлып әкеліп ағашына осылай жабыстырып қойдым. Енді екінші аққудың бейнесін салып жатырмын.
осылайша қолымызбен басып, содан кейін барып картонымызды аударамыз. Сол кезде жабысып қалады. Біздің көрдіңіздер ме? Енді әрі қарай мен мұрнын саламын, тұмсығын бұл жерде чечевица, кәдімгі чечевицаны әдемілеп майдаладым. Соны тұмсығына тұмсығын сонымен жабыстырдым. Көзін кәдімгі қара домалақ бұрыштан жасадым. Негізі бала кезімнен қызығатынмын осындай жасауға. Қатты жақсы көремін. Үйде, мектепте де жасаған жақсы көретінмін. Кейіннен балаларым мектебіне неше түрлі қолөнерлерім де болды. Неше түрлі қолөнердер жасадым. Енді барынша қалғандарын салуға тырысамын. Менде бар нәрселерді оны менің каналымнан үзбей қарап отырыңыздар, көрсеңіздер болады. Мектепке, садикке, әсіресе көбінесе садикке де мысалы кейде сұрайды қолөнер. Менің каналымнан қарап көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта видеолар салатын боламын. Алдағы уақытта жасаған қолөнерлерімнің видеоларын салатын боламын. Неке достар, біздің табиғат аясындағы аққуымыздың бейнесі осындай әдемі болып, аққудың бейнесі атты қолөнеріміз осындай болып шықты. Егер ұнаса, менің каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ардақ, сау болыңыздар.